видеоны көрместен бұрын видеоға лайк басып, арнаға жазыл. Барлықтарыңызға қайырлы кеш. Бүгін біз Алматы қаласына тимбилдингке мұғалімдермен барайын деп жатырмыз. Қызықты сапар болайын деп тұр. Шаңғы тебеміз, кафеге барамыз. Мықты болады. Видеодан көрсеңіздер болады. Қазір полностью салатын боламыз. Кеттік. Осылай осы көлікпен Алматы қаласына сапарға шықтық. Басында бәрі жақсы болатын. Кенеттен жүргізуші ұйықтап кетіп, тегіс жолда осындай жағдайға тап болдық. Надан аман шығып осындай жағдай орын алды. Біз тұрмыз ғой. Екеуміз отырмыз. Нормально ма? Нормально. Қана қалдың жоқ. Аспара мен Меріктің ортасында осындай болды. Енді. Исекең тұр. Алда кім отыр? Содан соң бастаған істі соңына дейін жеткізейік деп, ары қарай басқа көлік тауып жолға шықтық. Көлікті шамамен 1,5 сағаттай күттік. Содан кейін сол көлікпен аман-есен Алматы қаласына келіп, үйге орналастық. Не істедіңдер ай бүгін? Не болмады десеңші? Ең көп қорлық көрген мына кісі ғой. Осының арасында суретін жіберіп қой, жаңағы суретті, газеттің суретін. Короче, масқара болды, иә. Может быть. Мынау блог па, клип па, енді құдай қаласа аман-есен үйге жетіп алсақ болды. Ертең шаңға барамыз осы мен Барамыз. болды. Шаңға барып, одан аман-есен келіп, үйге қайтсақ, дұрыс болды. Тамақтар келді. Алла қаласа. Аман-есен жетейік енді. Кола. Кола. Үйіміз осы айналайындар. Ютубер, блогер болып кетсең бәлеға, иә? Одақта. Lan toymayın mı lan? Мынау біздің алған үйіміз қазір көрсетем. Ағайлар жатырын кино көріп. Чо там ай? Қалай отыр? Түсін дейді сіздерге астына. Кім? Адекең. Осы үй короче. 05 қойын десем. Свет не синий отыр ғой. Жатырай, астына түсін дейді ғой. Осы үйге орналастық дұрыс па ағай? Тема ма? Астында көптір лестницалар бар. Жолда неше түрлі қызықтар болды ғой жема. Тірі қалғанымызды айтайын да. Құдай сақтап. Мақта жігіттер. Қайсайын жатыр. Қалмар отыр. Біздің жататын жеріміз, короче, үйіміз. По идее, нормально. Вот. Зор будет. Поняс орасында, короче, зор. Яқта Роман ағайымыз жатыр ғой. Осындай бөлме. Мына біздің комната. Зор ма? Сана полотенцаларымыз душтан түскеннен кейін полотенцалар ғой. Осы енді бұйырса ертең зор болады деп ойлаймын. Сноубордты көреміз. Полностью шықпай қарап отырыңыздар. Шодан бүгінгі ситуация қалай болды? Естенге керемет ситуация болды. Мына кісіні всегда алдына отырғызып қою керек. Грамотно. Қайсы кісі еді ол мына кісі ма? Кәне Нұрис басын татшы. Тебетін ба? Иә, Нұрис. Тебетін. Бекзат ағай. Міне өзі отыр. Тұрдық сол кешеден денеміздің бәрі ауыртыпты. Енді қазір сноуборд теуге барамыз. Сол міне осында тұрмыз. Ұйқыдан тұрып, үйімізді жинап, таңғы асымызды ішіп, бәріміз көптен күткен осы сноуборд тебуге Ойқарағайға жолға шықтық. Ойқарағайға оратып. Что там, настрой қалай? Настрой қалай? Тема, қазір шаңғыға барамыз, ей! Канатты дорогамыз. Басқа нәрсе айтсаңшы, пойызға не алып кетті. Айтыр. Айтсын. Кешегі оқиғадан кейін кейбір кісілер пойызға билет алыпты. Атын айтпақ қойып, бірақ мына кісілер ғой,
Мына кісілер ғой. Кән пойызбен жүретіндер қол көтерейік. Кәнеки. Ағасы ашты болса да шынбақшы. Аллаға емес, пойызға иман етіп кетті. Мынау кісі де бар да. Кешке там қалайсыз? Бұйырса, сноубордтан бірінші адам болайын деп тұрмын, бірақ құламай сразу үйреніп кеткенше. Мен және болсам. Жалғасын TikTok'та көресіздер дейді. Бүкіл настройды жинап ой-қарайға бардық. Бірақ бір кісілер киімдерді сол жақтан ала салайық деді. Жаңағы құламайым деген кісі. Сонымен мақұл деп бардық. Барсақ не киім, не сноуборд жоқ. Еще қымбат. Сонымен 4 адам болып қалаға түсіп, қаладан алатын болдық. Ары бері жүріп 3,5 сағаттай уақытты жоғалттық. Бірақ до конца бардық. Ой қарағай, праздник болып кетті ғой. Не сноуборд жоқ, не киім жоқ, короче. Қайтпадық. Неге барамыз? Шымбұлаққа барамыз. Сол жақта дұрыстап сырғанап үйренемізден бұйырса. Ағайлар бір артта келеді. Сол ағайындар. Сендер көре бермей, подпис жасап лайк басып қойыңдар. Мынандай бір екінші. Отырасың да кетесің. Мынандай келген адамдар болса біледі. Сол, короче, қазір газельге отырып қайтамыз. Ой-қарайға барып, сонымен кешке сағат 12-де пойызға барып отырып домойға. Все. Қазір Шымбұлаққа барар кезде, жаңа киім алып жатқан кезде түсірем. Жақсы. Түріміз осы, короче. Дайындалып жатыр. Сырғанауға, ночнойға баратын болдық. Дұрыс па? Батайыңдар. Отырып, короче, осылай. Ар жақта ағайларымыз жүр. Кейін отырып Қолдық сасқы. бұйырса біраз уайындап тұрып қой. Сондай болады, қолтық сасиды ғой, потому что көп адам келеді ғой. Шалбар сасқы. Сасиды нағыз. Білмеймін, барын жерін алып. Сол енді осылай сырғанаймыз бұйырса. Бәрі дым болмағандай бақан жеп отырмыз. Бұл кісілерге шырылдап тамақ іздейсің бұлар. Қаншамен келдіңдер? 150 жауапсыз. Короче, Әділет аға құламаймын деді. Енді көреміз, уәдесінде тұрамын екен. Аттау, шлем жоқ, құламаймын мен. Ставка тігеміз, а? Кім бірінші қадалады деп? Бірінші Түріміз қадалады. осы, короче. Раманай. Рамана Паспен домалап кетіп бәрін сөйле қой. Бірінші мен қадалады. Сол қазір қызық бәрін қалам. Сосын түсіріп алып. Қазір бірінші үйреніп алайық полностью. Детсадтың жерлеріне барамыз қазір. Детсадтың жерлеріне. Короче, бірінші попытка кетіп жатыр. Баспен, кән! Ой, жат артқы! Әділет ай, кән! В общем, тебейін деп тұрмыз қазір. Қалай? Айырасың ба? Айырасың. Баспен алып кет. Дым дайындалмай осылай сноубордты киіп алып канатқа отырып төбеге қарата шығып кеттік. Нормально ма? Қалай зор болып отыр ма қазір? Сырғанмен де отыр. Сот кетпесе болды ғой. Мынау түсетін жері. Бізден алақтан. 3-4 жері түсіп жатыр. Қашап кеттім әлі бар ғой. Әйде, нормально. Келіңіздер. Ой қарағай жақсы екен. Қатты начинающийлерге өте тема, потому что сырғанайтын жерлер қатты андай төмен емес та, нормально. Сол қазір көрсетем примерно андай екен. Кәме, күтсеңіздерші ар жақта. Осындай болды. Әзекен кетіп бара тұрам. Нормально. От кетіп бара. Осылай ой қарай екенде процесс нормально екен. Қорықпай тебеді.
Осы. Руслан ағайымыз жүр. Қалай ағай, что там ощущение? Масқара қыласыз ғой, көтеріңіздер, қар болып қалыпты. Міне. Осы. Шыт. Уже бензин шашап кеткен арқадан өтіп отыр. Арқадан түсіп отыр. Енді үйге барып ұйықтап, мынау блокқа мюнхен бір өле келіп, соны, короче, істеп салатын боламын. Жақсы, келесі кездескенше сау болыңыздар, сіздердің алматыдан сәлем. Ана жазылып, подписать қойыңыздар. Бірінші шоу жаңалықты, оның ішімен болған нәрсе. Жақсы, сау болыңыздар.